Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын, құрметті көрермен, Құдайдың теңіздің тамшысындай берген кішкентай өнерін осындай үлкен сахнада сіздердей аяулы жұртпен бөлісіп тұрғаныма шын жүрегіммен бақыттымын. Өмір бақыттан құралмайды, өмір бақытты сәттерден тұрады. Дәл сондай өмірімдегі бақытты сәтті сіздермен бөлісіп тұрғаныма шын жүрегіммен қуанып тұрмын, құрметті ағайын. Осындай тыныштықта, осындай еркіндікте, осындай тәуелсіздікте, осындай бостандықта кішкентай балаларыңыздың тойын тойлап жатқан елде арман жоқ. Сол елге бала болған менде арман жоқ, ағайын. Мен осы концерт басталғалы естіп біліп отырғандарыңыздай, осы Қызылорданың Қазалы деген ауданының ар жағында 18 шақырым жерде бұрынғы Көларық деген, қазіргі Ақтанбатыр деген ауылдың тумасымын. Мен кемпірдің баласы болып өстім. Қазір әжемнің көзін көргендерде ауылда аз қалды. Сол әжем күншуақта маған ауыл жайлы, ауылдың адамдары жайлы әңгіме соғатын. Біздің ауыл деген бір өлең оқып берейін, сіздерге. Біздің ауыл сағасы сара жолдың, біздің ауыл жағасы қара көлдің. Сол ауылдан данышпан дала көрдім, сол ауылға мәңгілік бала болдым. Бала болдым, басымнан ауды бесін, жазған солай жазымыш мәңгі кесім. Әжем мені әлпештеп күншуақта ауыл жайлы айтатын әңгімесін. Пәлен деген бай болған, жылқайдаған, батыр болған рухтанса бұлт ойнаған, ерім ай деп шалында еске алатын, елім айда ыңылдап шырқайданам. Түген деген бір қожа молда деді, бол дейманы сақалсыз болда дебі. Қазан ортақ, қайғы ортақ осы жерде моп-момақан бір ауыл болған еді. Сор қалың ба, білмеймін, жол ауыр ма, көбі кетті кебіннің орауында. Көз көргеннің көбісі сонда жатыр, шеттен келген ешкім жоқ ол ауылда. Жолай түсіп жатпады төріме кім, көз көргендер өлместей көрінеді. Анау қырда атам мен енем жатыр, дәм етсе құда жол берілетін. Адамдарға ар ұят сот болатын, кемпір шалдың баласы көп болатын. Арулардың бұрымы тоқ болатын, балаларда жетімдік жоқ болатын. Қырық рөлен қаймана қатар қонған, әжемеде ең соңғы сапар болған. Сенің әжең қазақтың қызы шығар, менің әжем қазандық татар болған. Көкейімде жоқ кезде қауып алаң, құлдыраңдап құлындай шауып аман. Әжем айтқан ауылды іздеп барып, әжем жатқан ауылды тауып алам.